Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге жидекті шайдың рецептісін көрсететін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Керемет болып шығады. Бұл шайды дайындау үшін бізге 2 лимон тілімі қажет болады. Шайды жақсы көретіндерге менің YouTube каналымда өте көп рецепттер бар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар, және сол шайдың рецептілерін осы видеоның соңына қойып кететін боламын, сілтемелерін. Сондықтан міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Одан кейін құлпынай қосамыз, қатырылған, менде қатырылған түрі. Одан кейін малина вареньесін қосамыз және наватты қосамыз. Мята саламыз. Бұл шай бізде өте тәтті болып шығады. Ешқандай сироп қоспайсыздар. Жемістердің өзінің тәтті шырындары шығатын болады. Бізде көбінесе кафеде дайындалатын шайлардың көбісінде сироп қосады. Сондықтан да олар нағыз хош иісін бере алмайды. Міндетті түрде, егер үйіңізде жемістер бар болса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Одан кейін 2 шай қасық қара шайымызды қостым. Мендегі шай қасық кішкентай, сондықтан да 2 шай қасық қостым. Егер сіздерде шай қасықтарыңыз үлкен болатын болса, 1 қасық салсаңыздар жеткілікті. Одан кейін үстіне ыстық су құямыз. Барлығын жақсылап бір араластырып аламыз. Өздеріңіз байқап қарасаңыздар, мен ішіне салған жемістеріміздің барлығы қатырылған, яғни холодильникте тұрған. Сондықтан олар салқын, сол себепті біздің шайымыз суып қалуы мүмкін, ыстықтай болмайды. Сол үшін міндетті түрде мен шайды қайнатуға жіберемін. Яғни шайымызды тағы бір ысытып аламыз. Егер сіздердің жемістеріңіз қатырылмаған болса, тек қана шайыңызды тындырып, қойып, демдеп іше берсеңіздер болады. Мінекей біз шайымызды бір қайнатып алдық. Осымен біздің шайымыз дайын. Жасап көріңіздер, иісі, дәмі өте тәтті болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және келесі сілтемелерге өтіп, шайлардың рецептісін көріп, өзіңізге ұнаған шайды жасап демдеп ішуге кеңес етемін. Ас болсын.